Абу Таспих. Mana білімді жігіттер келді. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыздар? Аман өздерің қалайсыздар? Қанын шулатып отыр екенсіздер. Таң атпай сол. Бар десеңіз қосылыңыз деп қойғаннан кейін қосылып жатырық. Бәрекелді. Енді тыңдаймыз. Құдай жоқ деп жазып қойған екенсіз. Әдемі. Иә, дұрыс. Өйткені ақылды адам не істейді? Ақылды адам Ой, тек имандардың риторикасын тастаңдаршы, осы тек анау. Неге осындай, кім осы медреседе, кім осыны енгізген айтыңдаршы маған. Не істейді деген сөзді үйреткен имамдарға кім? Сол адамның бар ғой, басына бір беріңдерші, өтініш. Бір имамды тыңдай қояйын десең, сонда бауырлар, біз не істейміз? Біз қолымызбен тамақты не істейді? Жейді, дұрыс. Енді сол тамақты жеп аузына салғаннан кейін бауырларымыз не істейді сонда? Ол шайнайды екен ғой. Ай, машалла. Не істейді деген сұрақ қоймаңдаршы. Ой, адам күйдіріп бітетін болыңдар. дұрыс нәрсе. Құдай жоқ. Дұрыс емес қой, не істейді деген. Мен қақта білемін не істейтін оны. Оған сен тікелей қабылдамай не істейді деген ол әңгіме сөз барысында айтылатын дүние ғой. Соны айтпаңдаршы, өтініш бар ғой, бәрі разы. Әдеби тілде бірдеме жазып отқан ештеңе жоқ қой. Мейлі, бәрібір. Риторический сұрақ та ол. Риторикалық сұрақта жауабы қажет емес. Бірақ қайта соны айта береді. Жарайды, айта. Құдай жоқ деп түсінетін адам жартылай мұсылман дейді ғой. Дұрыс. Демек, Құдай бар дейтін, Аллах бар дейтін адам жартылай атеист қой. Аллах бар деген адам толық мұсылман деген сөз. Жоқ, калима айтқан кезде сен Құдай жоқ деген сөзді де айтасың ғой. Сен жартылай атеист екен дейсің. Құдай жоқ, бірақ Алладан басқа деп жазылады да. Дұрыс қой, енді сен жартылай атеист болып тұрсың ғой. Жарты сөзің, калиманың жартысы атеисттің сөзі да, жартысы мұсылманның сөзі. 50-50, сен жартылай атеистсің. Ол бірге айтылған кезде, ол Құдай жоқ деген сөз, ана сөзді толықтырмайды ол. Құдай жоқ деген сөз деген, Алла бар деген сөз, Құдай жоқ деген сөзді жоқ қылады да. Жоқ қыламайды, өйткені Аллах деген, аль деген араб тілінде артикльда, Аллах деген не мағына берді жерде? Алла деген сөз, ол Алланың есімі. Есім болғанда қандай мағына береді ол араб тілінен алса? Ол тікелей ешқандай мағына бермейді, Алла жалғыз. Сол бір Алла Құдай тағала ғана айтылады. Аллах пен Құдай бір ма? Құдай деген ол есім емес, Құдай деген түсінік. Сол түсінік, Құдай деген түсінік пен Аллах екеуі бір ма? Бір емес, Құдай деген түсінік ол. Яғни Құдай әр адам өзіне Құдай жасау. Демек, сендер үшін Құдай деген түсінік жоқ, бірақ Аллах бар, иә? Алла деген ол есім. Илах деп айтып отырсың. Илах деген не деген сөз? Адамдардың бәріне адам деп айтқанмен, бір адамның аты Нұрлан, біреудің аты Асхат деген сияқты ол түсінікті. Құдай деп әр адам өзіне Құдай жасау. Сонда бүйтіп айтсам бола ма не? Нұрлан бар, адам жоқ десем бола ма? Адам деп жалпылама айтылады ғой, дұрыс па? Дұрыс, жалпы адамдар жоқ. Тұра тұр. Енді кімді меңзеп тұрсың десем, Нұрлан. Өз мысалыңмен өзіңді көмейін деп отырсың. Қара, Нұрлан бар, бірақ адамдар жоқ десем мағына бола ма? Сіздің келтіріп отырған мысалыңыз келмейді де. Жоқ, ол мысалды мен емес, сен келтірдің ол мысалды. Нұрлан бар, адамдар жоқ деген сөз бола ма? Мысалы, сен келтірдің ол мысалды. Сен айттың жаңағы. Құдай деген жалпылама, адам деген сөз сияқты. Мысалы, адам деген жалпылама айтылғанмен, оның есімдері Нұрлан бар деп. Енді сен логикаңа салсақ, Аллах бар, Құдай жоқ деген сөз, Нұрлан бар, адам жоқ деген сөз да ол. Енді Алла бар, дұрыс па? Құдай жоқ. Құдай жоқ, Алладан басқа деп тұр да ол жерде, дұрыс па? Нұрланнан басқа адам жоқ десе сонда бола ма? Болады ғой. Нұрланнан басқа адам жоқ, адам деген жоқ, Нұрлан ғана бар. Нұрлан адам емес қой жерде. Қалай адам емес? Нұрланнан басқа адам жоқ. Қалғаны жан-жануар болуы мүмкін жанында. Енді Аллах Құдай ма? Алла тағала Құдай, бірақ одан басқа Құдай жоқ деп айтып тұр да ол жерде. Демек сен басқа құдайларға атеистік позицияда ұстанасың ғой? Иә. Дұрыс, сен жартылай атеист екенсің? Адасқан деп есептейміз де. Алладан басқаға жоқ, сен енді айналып келгенде өзің жартылай атеист екенін мойындайсың ба? Біреу пұтқа табынады, біреу отқа табынады. Мысалы, әркім өзіне Құдай жасап алған. Дұрыс қой, енді әркімнің ішінде сен де барсың. Мысалы, мен енді Аллаға табынамын да.
Дұрыс, сен де бір құдайды жасап алдың, соған табынып жүрсің. Жоқ, мен жасап алды дегенде адам тектен-тек табынбайды, әркім өзінің түсінігінде ізденіп табынады да. Дұрыс па? Дәлелмен, түсіністікпен өзі барып ізденіп табынатын. Мен просто өзім бар. Әңгіменің басына, әңгіменің Абу Ташбих әңгіменің басына қайта оралсақ, сен де какой-то мере атеистсің ғой. Жоқ, атеист емес, мен мұсылман. Жарайды. Кришнаға сенген адам үшін сен атеистсің ба, атеист емессің ба? Түсінбедім. Кришна деген құдайға сенетін адам үшін сен мен екеуміздің арасында разница бар ма? Мен ол адам түсінігін білмеймін мен. Жоқ, мысал қара, мен де оның құдайын жоқ деймін, сен де оның құдайын жоқ дейсің. Екеуміздің позициямызда оған қатысты разница бар ма? Сен атеисттің көз қарасында ода құдай жоқ дейсің, мен құдайы, оның құдайында адасқан деп есептеймін. Оның құдайы бар деп есептейсің ба, жоқ деп есептейсің ба? Жоқ, оның құдай жолында адасқан, жоқ оның құдайы. Оның құдайы жоқ деп есептейсің. Екеуміз де оған құдайың, сенің құдайың жоқ деп жатырмыз. Екеуміз ол үшін бірдей атеистпіз ба? Жоқ, бірдей емеспіз. Ол үшін екеуміз де адасқан болып есептелінеміз ғой? Жоқ, ол үшін оның құдайын екеуміз де жоққа шығарып тұрық. Иә, екеуміз де ол үшін адасқан болып есептелінеміз. Адасқан болып есептелесің ба? Екеуміз де оның теясын, құдайын жоққа шығарып атеистік ұстап тұрық та оған қатысты. Иә, оның түсінігінде солай. Дұрыс. Демек, сен де какой-то мере атеистің, просто бір исключениен ғана. Мен бір адамның түсінігі үшін жауап бермеймін, дұрыс па? Дұрыс, иә. Енді сол бағанағы әңгімеңнің анықтамасы сол қысқасы. Илах деген сөз құдай деген мағына бермейді дедің, иә? Түсінбедім. Аллах дегендегі аль-илах дегеннен жасалған болса. Алла деген, Алла Тағала деген ол құдайдың есімі, Алла деген. Ол сөз араб тілінен ешқандай мағына бермейді, иә? Қандай мағына бермейді дейді? Аллах деген сөз араб тілінен аударған кезде ешқандай мағына бермейді, иә? Алла деген Алланың есімі, басқа мағына жоқ? Иә, тек қана есімі, бірақ оның мағынасы жоқ қой. Иә. Солай ма? Иә. Мен тексеріп көрейін онда. Тексеріп көрейік. Бізге рас айтып жатырсың ба, өтірік айтып жатырсың ба? Құдай деген мағына береді екен ғой. Алла деген ол Алла Тағаланың есімі. Құдай деген есім. Қара. Аль деген артикль. Артикль единственное числа. Илах, слово, означающее Бог. Илах деп түсін ғой, иә. Илах, Аллах деген сөз расшифровывается как аль-илах и является результатом слияния определенного артикля единственного числа аль и илах, слово, означающего Бог. Иә, енді оны сен қай кітаптан оқып отырсың, орысшалап. Сен бір араб тілінен тікелей оқып отырсың, мен айтар едім басқаша. Енді саған қандай нәрсе дәлел болады? Давай қарайық, мен саған арабист деген сөздіктен қарап берейін ба? Орысша алдында, біреудің аударғанын алдында оқып отырсың, өзің сияқты атеист. Сен кімнің аудармасын қабылдайсың, мен содан қарап берейін, давай айт. Жоқ, арабша кітапта мысалы біздің ислами дінінде жазылған нелер бар ғой, шейхтардың жазған, үлкен ғұламалардың жазғандары бар. Қайсының словари бар, мен соның словарин тауып қарайын. Жоқ, енді словардан қарасаң, енді словар сен орысша не қазақша қарайсың ғой, біреудің аударған қарайын деп тұрсың, дұрыс па? Түпнұсқадағы арабшадан оқиын деп отырған жоқсың сен. Сонда араб тіліндегі сөздің мағынасын түсіну үшін ол словардан қарамайсың. Араб тіліндегі сөздің мағынасын саған түсіндіру үшін орыс тілінен біреу аударып берді, дұрыс па? Ол өзінің түсінігінде аударып саған берді міне. Сен соны қарадың да, осы дәлелді ойлап отырсың да. Тоқта, қара. Рука деген сөзді қазақ тіліне аударған кезде бұл ешкімге оның қол деген мағына беретініне дәлел болмайды, себебі мен оны өз түсінігімде аударған болып тұрмын ба? Жоқ, рука деген қол ғой, дұрыс па? Қалай қол болады, сен оны рука екен, қол екен қаяқтан білдің сен? Енді қара, араб тілінде яд деген сөз бар, дұрыс па? Ол ядыңды қоя тұр сен, аль-илах деген сөз. Аль-илах деген сөз туралы мен қай жерде не қарайын, сен өзіңді қораға тығып жатсың да, қарсыласып. Қара, міне қара, сіз енді қол туралы қозғап отырсыз, араб тілінде яд деген сөзді қол деп түсіне алмайсың да? Ол ядтың бәленбай мағынасы бар, біреу қудыра, біреу қол, басқа. Қара. Сізде жаңа словарға біреудің аударып берген айтып жатсыз да, ол Алла деген құдай дегенді білдіреді. Алла деген Алла Тағаланың есімі. Так, енді сен маған бір дерек көз айт, осы ғалым деп, мен соны қарайын.
Несін қарайсың жаңа? Алла Сол деген... сөздің мағынасын, Аллах деген сөздің мағынасын қараймын. Құран ішінде 99 есім тұр Алла тағаланың, болды. Алла деп келеді. Иә, ол 99 есімнің бәрі сондай аударылмайтын ба? Енді барлығы бірдей Құдайда аударылмайды ғой, Алла деген Алла деп. Жоқ, басқа есімдерінде сен аудармайсың ғой, оларды. Аудармайсың. Есімдер аударылмайды. Есімде Аллахтың есімдері аударылмайды, иә? Біздер түсінік үшін аударамыз да, бірақ ол біздің түсінігіміздегі аударма Алла тағаланың толықтай мағынасын ашып бере алмайды. Алла тағала шексіз, ол ештеңеге мұқтаж емес. Иә, демек сен Аллахтың сипаттарының мағынасын білмейсің. Білем. Аллахтың білмейсің. Қара, Алла тағаланың сипаттары сен ойлағандай бір аудармамен ғана түсінетін нәрсе емес. Жоқ, сен Аллахтың есімдерінің аудармасын білмейсің, дұрыс па? Білем. Неге білмейміз? Онда Аллах дегеннің есімінің мағынасын айтып берші. Алла деген Алла тағаланың есімі. Дұрыс па? Иә, соның мағынасын айтып берші. Ол Алла тағаланы біздер қалай түсінеміз? Оны көркем есімдер арқылы білеміз де. Иә, осы көркем есімі сөзден секіре бермей, сөзден секіре бермей, Аллах деген... Жоқ, Аллах деген есімді бізге расшифровать етіп түсіндіріп бер. Алла жалғыз болды. Ахат, ол 99 есіммен... Мен сенен Аллах жалғыз деп сұрап атқан жоқ, маған Аллах деген есімнің мағынасын түсіндіріп бер. Алладан тікелей аласың ол. Ол ешкімге басқа нелерге баламаға бөлінбейді, ол тікелей Аллах. Демек, бұл есімнің мағынасы жоқ, дұрыс па? Иә. Аллах сөзінің мағынасы жоқ. Иә, сен оны Құдай деп аудара алмайсың да оны. Сен бұл сөзіңді қай ғалымнан алдың? Құранда келеді солай. Құранның қай аятында келеді? Құранда келген Алла деген есімдер Құдай деп аударылып келмейді ол. Алла деп келеді. Құранда қай жерінде келеді? Аллах деген есімнің мағынасы жаңағы белгісіз деп. Аударылмайды ол. Иә, аударылмайды деп қай аятта келеді? Алла деп бәленбай жерде келеді ол. Ол Құдай деп аударылмайды деп айтылған аятты айтшы маған. Жоқ, аударылмайды деп айтылған аят емес, аударылмай келеді ол, оны солай қабылдайсың. Өйткені Алла тағаланы сен тану үшін қалған 99 есіммен оны танисың да? Қалған 99 есімінде аудармайсың, себебі білмейсің оны. Аударасың оны, аударған кезде ол мағынасын аударғанмен ол шарықпен талап етеді, ол сен тек қана аудара салғанға көне салмайды оны. Енді Аллах деген есімге де сондай шарық жасай аласың ба? Жасай алмайсың. Басқа есімдеріне жасай аласың? Иә, жасайсың. Маған источник берші, қай ғалым, қай муфассир осылай айтты? Көп қой оның кітаптары оның. Иә, біреуін айт. Сен білесің, иә? Сен білесің, ғалымдардың еті улы деген сөз бар екенін білесің, иә? Айта бер. Дұрыс, исламда айтады, ғалымдардың еті улы дейді. Сен олар туралы, олардың атынан өтірік айтсаң, сен уланып өлесің. Сол үшін сен қазір маған, міне осындай ғалым, Аллах деген сөз, Аллах деген есім аударылмайды, оның мағынасы жоқ деп айтқанын келтір. Алла деген есім Құранда аударылмайды ол, дұрыс па? Аударылмайды, Алла деп келеді. Алла тағаланы тану үшін сен қалған 99 көркем есіммен танисың. Сен Аллахты қосқанда 100 есім бола ма сонда? Жалпы 99 есіммен. Алла тағала Құранда келген 99 есім ғой жалпы. Дұрыс, енді сен Аллах деген есімінің мағынасын, Аллах деген есімінің мағынасын білмесең, сен қалай танисың Құдайды? Енді Алла тағаланы тану үшін көркем есімдері келіп тұр ғой, дұрыс па? Енді сол көркем есімінің біреуі емес па Аллах деген? Көркем есімдерінің Құранда келген 99-ның біреуі. Біреуі. Сен осы есімнің мағынасын білмесең, сен Аллах тани аласың ба? Алла тағаланың тану үшін қалған көркем есімдерін білу керек қой, дұрыс па? Сол кезде мына көркем есімнің мағынасын не айтсайшы енді? Оның мағынасы жоқ, оны сен иә, мағынасы жоқ деген сөзіңді қайдан алдың сен? Басқа көркем есімдермен танисың да? Жоқ, мағынасы жоқ дегенді қайдан алдың? Бұл келтірші маған источник. Енді Құранда оның мағынасы аударылмайды ол дейтін. Таза өзі Алла деп келеді де. Жоқ, Аллах деген есімі аударылмайды деп кім айтқан, соны келтір маған. Жоқ, аударылмайды Құранда. Сен аударылған жерін көрдің бе Алла дегендерін? Аллах деген аударылмайды деп қай жерде айтылған, соны айт маған. Жоқ, аударылмайды ғой ол енді. Аударылса аударылған түрі келмей ме? Жоқ қой ол. Алла тағала тану үшін Алла тағала өзінің көркем есімдерін араб тіліндегі әл-илах сөзінен жасалған Аллах сөзінің мағынасы жоқ.
мағынасын ашу үшін ғана 98 көркем есімдермен тәпсірлеп шығарады да оны. Өте андай сен казаптық істеп отырсың да қазір ше. Жоқ, мен дұрысын айтып отырмын, мен ол аударылмайды. Жоқ, дұрыс айтып отқан жоқсың. Сен қазір казаптық істеп отырсың да, анық бар нәрсені мойын. Просто диспутта сөзден жеңілмеу үшін ғана сен қазір мағынасы бар сөзді ешқандай мағынасы жоқ деп айтып отырсың. Жаңа ол Құдай дегенді білдіреді деп бір аудармадан оқып бердің ғой. Дұрыс, Құдай дегенді білдіреді. Иә. Сен осыған қарсы шығып отырсың. Мен Алла тағала Құдай деген кез келген дүниені адам көзінен Құдай жасап алады. Бірақ Аллах деген сөз Құдай деген мағынаны білдірмейді деп айтып отырсың ғой. Алла тағала біздің Раббымыздың есімі, дұрыс па? Иә, ол Құдай деген мағына білдіре ма, білдірмей ма? Құдай деген болмайды, түсінбе, соны түсінші. Дұрыс, қара, осы сөзіңде тұр. Аллах деген сөз бір Құдай деген мағынаны білдірмейді, дұрыс па? Ой, не дейді? Құдай дегенде білдірмейді, Алла деген сөз ол Құдай дегенде білдірмейді, бірақ біз Алла деген кезде Құдайды танимыз да, Құдай деп түсінеміз. Қалай Құдай деп танисың, ол Құдай деген мағына білдірмейтін болса? Өйткені оның қалған 98 көркем есімдері сол сипатын әкеліп беріп тұр ғой. 98 туралы сұрап отқан жоқпын. Сен Аллах деген, Құдай деген мағына білдірмейтін болса, сен оның Құдай екенін қалай білдің? Түсінбедім, сұрағын қайтып қойшы. Аллах деген сөз Құдай деген мағына білдірмейді дейсің, бірақ сол Аллах деген есіміне қарап біз оның Құдай екенін білеміз. Алла деген сөз Құдай деген аударманы білдірмейді, аударманы білдірмейді, бірақ біз Алла дегенде Құдайды танимыз да біздер. Иә, аударманы білдірмейтінін сен қақтан алдың. Мен Құдайым Алла деп түсінеміз. Бірақ оны аудармасы Алла деген қайдан алдың сен? Өтірікті соғып өз сөзің тыға бермей алып келші, сен кімнен алдың оны? Жоқ, кітаптарды әкелсек әкеліп береміз ғой. Әкел давай көрейік, сен қай жерге дейін барады екенсің, көрейік. Аллах сөзі аударылмайтыны туралы сен алып келіп. Әбу Ханифаның Әл-Фиқхул Акбар деген кітабын оқып көр, сонда бүкіл Алла тағала сипаттары. Давай Фиқхул Акбардың қай жерінде айтылады, давай. Ашшы, кітабың бар ма? Табамыз, иә, Фиқхул Акбар тап. Не ашам қазір? Фиқхул Акбар имамы қай жерінде айтылған, давай. Полный соның ішінде айтылған. Фиқхул Акбар деген ақида мәселесінде кітап. Полный деген әңгіме жоқ, қуасың ба да маған? Қай жерінде айтылған соны айтма. Алла тағаланың бүкіл сипаттары сонда жазылған ғой. Зати субути сипаттары сол жерде жазылған. Сол жерден табасың, оқып шығасың. Сол кезде түсінесің. Иә, сол жерде Аллах сөзінің мағынасы Құдай дегенді білдірмейді, Аллах сөзі аударылмайды деп тұр ғой, иә? Құдай деген сөзді білдірмейді, Құдай деп аударылмайды ол Алла деген. Иә, Құдай деп аударылмайды, оның мағынасы жоқ деп тұрады ғой, иә? Сен енді әдеби ғылыми жазылған кітапты сөзбе-сөз тартып жатсың ғой, енді былай деп жазылып тұрады ғой деп. Сенің айтқаның шықпай қалатын болса, сол жерде не болады? Не болады? Сен өтірікші казап боласың, иә? Мен өтірікші емес, мен айтып отырмын, Алла деген Құдай деп аударылмайды. Алла тағаланы тану үшін оны 98 көркем есіммен танимыз да. Ал 98 көркем есімінде сен аударған кезде тек қана сол сөзбен ғана қадалмайсың, оның бәріне шарх керек болады. Оны ашып айтады, каждый есімді. Сол кезде Алла тағаланың сипаты. Сен өзіңді өзің қасарсам деп білмеймін. Жақсы, мен Фиқхул Акбарды, Әл-Фиқхул Акбарды аштым. Қай бетінде? Жоқ, оқып шықсаңшы, сол кітаптың ішінде сипаттар жазылып тұр ғой. Жоқ, қай жерінде жазылған оны? Енді қай жерінде жазылған? Полный сол Фиқхул Акбар деген толық ақиданың несі, мәселесі. Сен оқыдың ғой, иә, Фиқхул Акбар? Фиқхул Акбарды оқып шықтық қой біздер. Фиқхул Акбарды өзің оқыдың ғой? Ақида. Дұрыс па? Иә, оқып шықтық деймін. Иә. Иә, оқып шықтың. Енді маған қай тарауында айтылатынын айт. Жоқ, енді мен кітап жаттап алған ештеңем жоқ қой оның. Иә, қай жерінде айтылған? Тауы керегін айтып отырмын. Так, мұнда. Сол кітапты оқып шықтым жатырмын. Соның ішінде бар, бүкіл сипаттар жазылған. Зати субути сипаттары, Алла тағаланы қалай тануға болатынын. Алла тағала деген, Алла деген сөз ол Құдай деп аударылмайды да, сөзбе-сөз мана сен орысшалап оқып беріп жатсың ғой. Сол аударғандар қате, иә, ол? Жоқ, енді ол адамдарға біздерге түсінікті болу үшін орыс тіліне бүйтіп қазақ тіліне аударады ғой, бірақ Алла деген сөз аударған кезде тура Құдай дегенді білдірмейді де. Өйткені әр адамның өзінің Құдайы бар ғой. Біреу отқа табынады, біреу пұтқа табынады дегені, біреу сиырға табынады, мысалы, соның Құдай санайды. Біреу Исаға табынады, мысалы.
егер алла деген сөз құдай дегенде нақты аударма болатын болса, онда иса деген онда орын алла деп қолданып кете береді ғой. Өйткені екеуі құдай. Арабша айтсаң солай болады. Бірақ араб тілінде Аллахтың құдай мағынасын беретінін мойындайсың. Жоқ, енді біздер алла дегенде құдайды танимыз да, мысалы алла дегенде құдайды. Жоқ, қара, бір нәрсені айтасың, бір нәрсені мойындай сал. Бір нәрсені мойындай сал. Араб тіліндегі әл-илах сөзі бір құдай дегенді білдіретінін мойындайсың ғой? Жоқ, енді илах деген бір құдай дегенді білдіреді ғой. Болды. Немене ғасар соқсын бағанан бері. Енді просто алла деген оның құдай деген аудармасы емес деп айтып отырмын да мен. Ал алла тағаланы тану үшін қалған 98 көркем есім Құранда келген, сол бойынша танимыз. Ал бірақ алла тағаланың тануы тек қана 99 көркем есіммен бітпейді де, ол басқа да хадистермен, басқа да кітаптармен оқып келген кезде қазіргі таңда 214-тен аса алла тағаланың көркем есімдерін тапқан да. Сондықтан ол алла тағала 99 еді ғой жаңағыны. Ол Құранда келген 99. Ал алла тағаланың қандай екені турасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде де, басқа сира кітаптарында да көптеп келеді. Сөйтіп есептегенде, ғалымдар зерттегенде 214-тен аса алла тағаланың көркем есімдері тапқан. Негізінен алла тағала шексіз ғой, шексіз болғаннан кейін ол көркем есімдері 214-тен немесе 250-ден бітіп қалады деген сөз емес. Муътазилиттер деген кімдер? Муътазилиттер зерттеу керек, мен қазір қатты нетіп тұрған жоқпын. Жоқ, сен фикул акбарды оқыған болсаң, муътазилиттердің кім екенін білмейсің. Фикул акбарда біздер өзіміздің ақидамызды оқып шықтық қой. Фикул акбарда муътазилиттерге қатысты айтылады ғой. Жоқ, көп ағымдар көп. Мен оның барлығын шынымен қазір жаттап неткен жоқпын мысалы. Бірақ адасқан топтарды оқып бір қарап шықсам, қайсысы қай жерде екенін біле беремін. Жоқ, сол имам Ашаридің муътазилиттерге қатысы туралы не айтылады мысалы фикул акбарда? Есімде жоқ қазір. Қалай оқымау? Адам барлығын бір жаттап жүру міндетті емес, но бірақ өзімізге қатысты сұрақтар келетін болса, ақидамызға қатысты өз ұстанымымызды ұстап беремін. Матуридилер туралы айтыла ма фикул акбарда? Матуридиде, Ашқариде барлығы да осы фикул акбардан келіп тарайды. Екеуі ақида шеңберінен шығып кетпейді. Екеуінде талас тартыстар бар кейбір түсініктерде, бірақ ақида шеңберінен шықпайды. Құран жаралған ба, жаралмаған ба? Жоқ, Құран жаралмаған. Құран жаралмаған, Аллахтың сөзі ғой ол. Алланың сөзі. Ол демек Аллахпен бірге әуел бастан бар, Алла тағаламен әуел бастан бар емес, Алладан кейін. Алла тағала қаламды жазып бастаған кезде, жаратқан кезде, сол кезде барлығы түсіп дайын болған. Онда ол жаралған болып қалады ғой. Жоқ, жаратылмаған. Жаратылмаған болса әуел бастан бар деген сөз ғой. Әуел бастан бар деген сөз ол Алланың қалауымен болған дүниеде. Бірақ жаратылу деген ол жасаумен болады да. Жаратылмаған, бірақ кейін пайда болған деген қалай ол? Алла тағала ілім иесі ғой, ол дейтін әлемді Алла тағала өзі бар кезде ештеңе болмаған да. Сөзі де болмаған ба? Ештеңе болмаған. Құранда болмаған, Ештеңе болмаған Алла тағала бар кезде. Құранда болмаған, сөзі де болмаған. Алла тағала бар кезде ештеңе болмаған. Алла тағала кейін қаламмен Алла тағаланың сөзі де болмаған, ол бар кезде. Алла тағаланың сөзі өзінде ғой. Адам болса, адам өзінде болмай ма сөзі? Ішінде болмай ма, дұрыс па? Адам сөйлеместен бұрын сөзі ішінде болмай ма? Тұра тұр. Кім? Қазір міне сен жаңағы мәселе не қоймап едің ғой, кімне? Қойбектен сұрақшы. Аллахтың кітабы деген ол мұқтас қой, Аллахтың өзінде болды. Аллахтан шықты, Аллахқа қайтады, Аллахпен бірге болған ол. Кім? Холид, бір сұрақ. Аллах деген есім аударыла ма, аударылмай ма? Аллах деген илах деген есім ғой, илах деген тәңір деген сөз ғой, қазақша. Абу Тасбих айтады да, ол аударылмайды вообще дейді. Илах деген құлшылық қылынатын нәрсе ғой, қалай аударылмайды? Абу Тасбих сен бой бермей қойдың ғой, жаңа ол есімі Аллахтың, бірақ ол аударылмайды. Алла тағала деген Алланың есімі дедің. Ол айтады маған аудармасы оның Құдай дегенді білдіреді дейді. Мен айтамын, жоқ, ол Құдайды аударылмайды. Ол Алланың есімі. Біздер Алла деп естіген кезде, Тәңірімізді Құдай деп танимыз деймін де, мысалы. Сен сиыр деген кезде жылқы есіңге түспейді, есіңге түседі, сиырдың өзі есіне түсетін сияқты ғой. Аударылып кетті ғой Абу Тасбих. Құдай есімізге түседі де.
мәселе сода да, бірақ алла деген ол нақты міне құдай деген перевод емес қой ол. Сол ғой айтқан. брат, тоқтай тұршы, мынандай нәрсе ғой, ал құлшылық қылынатын тек қана Аллах. Иә. Қылатын нәрсе жоқ. Сол үшін иләх деген, Аллах деген иләх деген сөз. Оған тек қана оған құлшылық қылады, тек қана құлшылық қылады. Иә, сол ғой, иә. деген сөз. Енді болды сол ғой енді, чөм проблема. Құдай деген мағына ғой енді, бір құдай деген. Бір құдайлық қой енді, иә, чөм проблема. Бой бермейді. Фикул акбарда айтылған аударылмайды деп дейді. Фикул акбарда ондай жоқ. Бауыр бір сұрақ қойыншы. Айтып отырмын ғой жаңа. Бұл дүниеде жаңа адам әділдік жоқ деп жатсың да енді бұл дүниеде. Бұл дұрыс, иә. Сонда мысалы бір адам бір әділетсіздік көрдік деп есептейсің. Енді оның қалай алады ол, әлде сол әділетсіздіктің құрбаны болып кете бере ме өмірден? Құрбан болып кетесің осы өмірде аламасың. Болды да. Содан есеп қисап ештеңе жоқ дейсің ғой. Жоқ, есеп қисап ештеңе жоқ. Сонда бұл өмірдің мағынасы не сонда адам үшін? Барсың ғой сен, бар кезіңде өзің тап мәніңді. Жақсы, міне барсың депсің. Ал біздер болмаған кезде мысалы қалай жаратылдық, сонда осы жер қызық болып тұр. Жаратылдық деген сөздің өзі қате да, жаратылу деген сөздің өзі жаратушыға меңзейтін сондай бұл словарный конструкция да ол. Бұл әлем адамның бастауы бар ма, жоқ па негізінен әлде? Бар ғой, мектепте оқытады ол. Мектепте не оқытты? Биологияда оқытпаймын саған, адам деген қандай жануардың түрі, ол қалай пайда болған. Сол түсінікті. Демек қазіргі маймылдан жаратылдық деген түсінікте тұрсыз ғой сіздің ойыңызша. Енді ғылымның версиясы ғой, адам маймылдан бір түрі ғой. Онда қазіргі маймыл деген ол адам емес қой бірақ. Ол да маймылдың бір түрі. Мысалы, қай маймылды айтып жатсың сен? Жоқ, жалпы шимпанзе болсын, басқа болсын, олар маймылда. Адам тәрізді маймылдар. Приматтардың ішінде адам тәрізді маймылдар деген отряд бар да, человекообразные обезьяны деген. Соның ішіне горилла кіреді, шимпанзе кіреді, орангутан кіреді, и сен кіресің. Төртеуміз. Сен кіресің, иә. Мен сен өзің. Жоқ, сен өзіңді мысалы, сен жылқымын дегеннен сен жылқы болып кетпейсің, сен адамсың ғой, адам деген биологиялық тұрғыдан примат. Биологиялық тұрғысынан жаңа сен неге ғылыми зерттеген теория, Дарвиннің теориясына сеніп отырсың ғой енді сен. Оған сенім қажет емес ол, сенсең де сенбесең де ол ғылым ол. Жоқ, ғылым болғанда оның дәлелдері кейін қате болып шықты ғой. Қойшы, оның қай дәлелі қате болып шықты? Гуглда неде бүкіл сүйектері ойдан шығарылған диссертация қорғау үшін жасаған бар. Абу Ташбих, сендер анандай қиялмен отырып алып философия қуатын адамдарыңшы, соларға табынасың, соларға табынып жүресіңдер да, нақты ғылымдарға әңгіме айтпақсыңдар ма еще? Жоқ, енді ол ғылыми зерттеулер жазылған айтып отырмын ғой, бар екенін, жазылған, сол өтірік. Нақты ғылымдарға әңгіме айта алмайсыңдар ғой сендер ғой. Сен енді соны бар деп соны өзің сол диссертация қорғап не шыққандардың барлығын сен өткандай қылып айтып отырсың ғой, жақсы. Ғылым деген сенімге тәуелді емес. Сен сенесің ба, сенбейсің ба, пофиг оған, ол барды бар, жоқты жоқ деп айтады. Енді мысалы қазір өзің қарап отырсың ғой, адам өз-өзіне қараса да біраз нәрсені түсінеді ғой. Иә, сен өз-өзіңе қарасаң, сен өзіңнің эволюцияның жемісі екенін көресің. Мен саған бірнеше себептерін айтып бере аламын даже. Енді мен мысалы қарайын да, адам өмір сүріп жүр ғой мысалы. Жоқ, қара, мен саған айтып беремін қазір. Ақыл тістен бастайықшы, сен ақыл тісті Құдай саған не үшін берді деп ойлайсың? Ақыл тіс енді ол дұрысынан шықса, тіс қой жұмысын атқарады ғой. Қандай жұмыс атқарады ол, сен аузыңа сыймайтын болса? Жоқ, сиятыны бар ғой. Сыймайды ақыл тіс деген, кейін шығады ол аузыңа. Жоқ, шығады. Тұр ғой аузымда, тұр ғой бір ақыл тіс тұр ғой менде. Ақыл тісің деген сені қисық тұрады бүйтіп, ар жағында жағының, көріп пе? Жоқ, енді ол сыймаса алдырып тастайсың ғой кедергі жасаса. Дұрыс қой, енді соны не үшін берді саған? Енді аузын шайнау үшін беріп тұр ғой. Шайнау үшін ба? Басқа кезде шайнай алмайсың ба не? Жоқ, енді сол үшін тұрған жоқ енді азу тіс деген. Енді оны не үшін жылады айтшы? Ауыртса жыласың ғой, жаныңға батса. Не үшін ауыртады ол? Не үшін ауыртады? Ауырғасын ауыртады да. Ол жағыңдағы басқа тістерді итеріп кедергі келтіргесін алып тастайды. Проблема болған шығар, мен аузымда проблема жоқ одан. Проблема болмаса болады бір күні. Қызықсың, мысалы сен айтып жатсың жақсы, жаңа эволюция дамыды бүйтті. Мысалы сен жаңа тістен айтып жатсың. Неге ақыл тістен шайнайтын қандай адамсың сен?
Жоқ, тыңдашы енді қара, тіс туралы айтып отырсың. Тістің мысалы алдыңғы жақтары күрек тісте болады да, артқы мысалы азу тістері жалпақ болып келеді. Неге ол соншалықты барлығы тепе-теңдікпен солай жаратылған деймін де? Солай жаратылған деп кім айтты саған? Жоқ, енді қалай ол эволюция үшін жаңа дамыған кезде ол бастауы жоқ қой, бұл әлемнің бастауы жоқ болса, неге осындай тепе-теңдікті кім жасап берді деймін ғой? Қандай тепе-теңдік көріп тұрсың? Мысалы аузындағы тісінде айтамын да, алдыңғы тістері күрек тіс қой мысалы. Иә. Неге орындар ауысып кетпеген деймін ғой, азу тіс пен екеуінің. Дұрыс қой, енді ол орындар ауыспаған, себебі сол направлениеде отбор жүрген ғой баяғыдан бері. Жоқ, мысалы ойлап қарасаң, неге адамның қолында 5 саусақ, неге 7 саусақ емес мысалы? Вот, оны да түсіндіріп береді саған эволюция, бірақ не түсіндіре алмайды мысалы, дін түсіндіре алмайды оны. Жоқ, неге эволюция қалай түсіндіріп береді оны? Эволюцияны оқысаң түсіндіріп береді саған. Алдыңғы предктарыңнан қалай сенде 5 саусақ пайда болғаны туралы. Сен дін қалай түсіндіреді саған? Неге 7 саусақ емес, ол неге 5, неге тепе-теңдік осылай? Өйткені 7 саусақ болса да, сол 5 саусақтың қызметін атқарады да жалпы. Дұрыс қой, енді 7 саусақта 5 саусақтың қызметін атқаратын болса, сен 5 саусақты қалай тепе-теңдік деп айтасың? 5 саусақ 7 саусақтың қызметін атқарады деймін. 7 саусақ болса да, болмаса да сол 5 саусақтың дұрыс, 7 саусақ болса ол тепе-теңдік емес па? тепе-теңдік болмай тұр ғой демек. Қандай тепе-теңдік? Давай, қандай тепе-теңдік болмай қалады айт. Демек 2 саусақтың рөлі жоқ та ол жерде, артық та бәрібір. Қалай рөлі жоқ? Сен 7 саусағыңмен вообще круговой нәрселерді ұстай аласың ғой, кайф емес па? Ұстай алмайсың, мәселе сода ғой. Қаяқта ұстай алмайсың сен, 7 саусағыңмен вообще кайф ұстайсың. Ұстай алатын болсаң 7 саусақ болып неге жаратылмаған да? Жаратылмаған ғой, вот именно 7 саусақ себебі сенің егер айтуың бойынша 7 саусақпен жаратса, 6 саусақ болса мынандай болады, 7 саусақ қара, Абу Таспих, сен бүйтіп жатсың да, 5 саусақпен идеальный қылып жаратқан деп отырсың да. Егер Құдай 7 саусақпен жаратқан болса, не болатын еді? Жоқ, 7 саусақта сол 5 саусақтың қызметін атқарады да. Демек 7 саусақпен жасаса, онда Құдай ол қателігі болушы еді. Алла тағала кемшіліксіз жаратқан ғой, көркем түрде. Жоқ, тұра тұр. Егер адам 7 саусақпен болса, бұл Құдайдың қателігі ғой, иә? Алла тағала адамды көркем түрде жараттым дейді. Жоқ, мен сені көркем ба деп сұраған жоқпын. Тұра тұр. 7 саусағы бар адам жаратылса, бұл Құдайдың қателігі ма, жоқ па? Мен қателігі деп айтпаймын мысалы. Неге айтпайсың, сен жаңа ғана 5 саусақ идеальный деп айтып отыр едің ғой. Алла тағала енді 5 саусақ қылып жаратты, мысалы мен айтып отырмын. Дұрыс, 5 саусақ қылып жаратты, бірақ 7 саусақ қылып жаратса, ол қателік болатын еді, мойындайсың ба? 7 саусақ қылып жаратса, демек артық болып тұр да ол. Алла тағала адамды құрғанда көркем түрде жараттым дейді. Демек Алла тағаланың жаратылысында мін жоқ та. Мін жоқ. Егер 6 саусағы бар адам болса, 6 саусағы бар адам жаратылса, ол Құдайдың қателігі ма, жоқ па? Алла тағаланың жаратылысына біздер ешқандай шәк келтіре алмаймыз. Дұрыс, 6 саусақ болса да ол мін емес, иә? Демек, адамда 6 саусақ, не 6 башпай болса, демек ол адамда бір қателік бар да, денсаулығында кінәрат бар. Ол Құдайдың қателігі ма, кімнің қателігі? Кемшіліксіз жаратқан. Енді ол 6 саусақ, 7 саусақ деген негізінен жоқ қой жаратылысымызда біздің. Бар. Ол демек ол бір мүгедектікте немесе бір неде бар да, генда бір өзгеріс бар да, ақаулық, дұрыс па? Экологиялық бір қара, сен айтады екенсің, 5 саусақпен жаратса Құдайдың мінсіз жаратқан дейді екенсің да, 6 саусақты адамдар болса, 6 саусақ, тұра тұр, 7 саусақ, 6 саусақ, 5 саусақ адам болса, бұл Құдайдың мінсіз бізді жаратқаны болады екен да. 7 саусақпен жаратса, 6 саусақпен жаратса, онда ол адамның өзінің кінәсі болады екен. Жоқ, адамда бір гигиеналық ақаулықтан пайда болған да ода. Құдайдың қатысы жоқ оған. Алла тағаланың қатысымен жаратылады. Бүкіл нәрсе Алланың қалауынсыз болмайды. 6 саусақ мін ба, мін емес па? 6 саусақ болса, демек бір кемшілік бар денсаулықта. Жоқ, ол Аллахтың жаратуында кемшілік бар ма, жоқ па? Алла тағала бұл дүниеде ауруды да жаратқан, сау адамды да жаратқан, ауруға шипасын жаратқан. 6 саусақты адам Аллахтың кемшілігі ма, жоқ па? Алла тағаланың кемшілігі емес ол, адамның. Адамның қандай кемшілігі ол? Ол адам денсаулығында кінәрат бар да. Қойшы, саусақтардың пайда болуына ол өзі кінәлі ме сонда? Оған сыртқы орта кінәлі болуы мүмкін. Мысалы, анасы көтерген кезде бір неге дәрі бірдеме ішкен болуы мүмкін. Немесе экологиялық ситуация әсер етуі мүмкін. Немесе мына семей сияқты бір полигондық бірдемеде болып қалуы мүмкін. Демек, ол өзінің табиғи Алла тағала жаратқан адамның несіндегі бір кінәратына тап болып тұр да. Ол ешқандай зияны жоқ, өмір сүруіне дым кедергі келтірмейтін болса ше. Ол келтірмеуі мүмкін.
медицина тұрғысында, оны медицина тұрғысында айтады да, оның қаншалықты кедергі емес екенін. Әр нәрсенің өзінің маманы бар ғой негізінен. Құдайдың ол жерде кінәсі жоқ, иә, оған қатысы жоқ. А бес саусаққа қатысы бар. Алла тағаланың қатысы бүкіл нәрсеге бар. Бұл дүниеде болып жатқан жапырақта құласа, ағаштан Алланың қалауынсыз түспейді ол. Аферистсіңдер айтады. Сонда адамды ауру қылатын Құдай емес. Ауруды жаратқан Алла тағала. Бірақ ауру қылатын Құдай емес. Жоқ, ауруды жаратқан Алла тағала. Дұрыс па? Ауруды жаратты ма деп сұраған жоқпын. Адамды ауру қылатын Алла ма жоқ па? Адамды ауру қылатын Алла тағала. Дұрыс. Енді бағанағы 6 саусақ қылып ауру қылған кезде кімнің кінәсі? Кінәсі емес ол Алла тағаланың. Енді қалай дейсің бе, ё-моё. Бүйтіп айттың, тұра тұршы, мен суммировать етіп айтайын. Сен бүйттің, 5 саусақ идеальный, неге 6 саусақ емес? 6 саусақ болса ол керек емес қой ол деп айтып жатсың да. Сосын 6 саусағы бар адамдар бар екен получается. И 6 саусағы бар адамды сен ауру дедің. Ауру кімнен? Құдайдан дедің. Енді адамды 6 саусақ қылып жасау Құдайдың қатесі ма десем, жоқ, оның Құдайдың қатесі емес дейді. Жоқ, Алла тағала жаратуда. Мына дүниеде бәрін себепке байлағанда, демек ол адамның солай жаратылуында экология бола ма, анасының жағдайы ма, денсаулығы ма бір әсер болғанда себеппен жаратады. Демек адамның 5 саусақ болуы да ол Құдайдың тек қана себебінен ғой, иә? Алла тағала денсаулықты осылай көркем түрде жаратуы әу бастан осы 5 саусақты жаратқан. Жоқ, ол Аллахтың тікелей несі ма, или ол себепке байланысты 5 саусақ болды ма? Алла тағаланың жаратуымен осылай жаратылған. Жоқ, жаратуы ма, солай жаратуы ма, жоқ, ол 5 саусаққа 5 саусақ кейін себептердің негізінде 5 саусақ болған ба? Жоқ, жаратуымен болған. 6 саусақ жаратуымен болмаған. Демек, ода бір экологиялық себептермен, әртүрлі сынақтармен болған. Екі столда отырып, қалай бұқтарың айырылып кетпейді, таңғаламшы? Екі столда отырсың да сен қазір, екі столда отырсың да, екі жақта да. Шпагатта отырсың қазір. Сен өзің дұрыс сұрақ қойып отқан жоқсың. Алла тағаланың кемшілігі ме дейсің? Алла тағаланың кемшілігі емес ол. Сен просто Құдай кемшіліксіз деген сипаттан айырылып қалмас үшін екі түрлі әңгіме айтып отырсың да. Жоқ. Сен адамда болып жатқан кемшіліктерді Алла тағалаға теңеп жатсың да. Ол Алла тағалаға байланысты емес ол. Мысалы Алла тағала. Дұрыс. Красавчик. Онда адамда болып жатқан нормальный нәрселерді сен Аллах тағалаға теңеме, оны Аллах тағаланың кінәсі ғой. Алла тағаланы кінәлап жатқан жоқпыз. Алла тағала өзі айтып қойды ғой, мен адамды көркем түрде жараттым. Дұрыс, енді сен айтып отырсың ғой, жаман нәрсеге жаратылған кезде халыққа жаратылған, дұрыс па? Жаман нәрсеге Аллахты кінәлама дедің ба? Онда жақсы нәрсеге Аллахты мақтама. Жоқ, Алла тағаланың өзі Құранда айтып қойғанда, мен адамды көркем түрде жараттым деп. Одан кейін Құранда айтып қояды, өз-өздеріңге зияндық жасамаңдар дейді, мысалы. Сол сияқты ойын ары қарай уже адам дүниеге келгеннен кейін де істейді, андай-мындай істейді. Өзіне зияндық жасағанда сен жаңа ауруды Аллах береді деп айттың ғой? Алла тағала жаратты ауруды, Алла тағала жаратты, шипасын Алла тағала береді. Аллах тағала ауруды да береді. Мынандай нәрсе ғой, адам дүниеге келген кезде мүгедек болып дүниеге келуі мүмкін, дұрыс па? Соны Аллах мүгедек қылды ғой. Иә, Аллахтың қалауымен солай мүгедек болып тұрды. Міне енді дұрыс болды. Біреуді мүгедек қылып тұр, демек ол мінсіз жаратпады. Мінсіз жаратпады дегенде Алла тағала солай сынады. Ол сынақ. Алла тағала сөйтіп оны ата-анасын сынады, ол баланы сынады. Кейін ол бала мүгедектігі үшін мысалы құлшылық қылудан басқадан барлығынан сол ауруына сабыр етсе, иншалла жәннатқа кіреді деді. Не деген адамсыңдар, енді біздің түсінігімізді солай да. Білмеймін, қалай түсінді? Сендердің түсініктерің екі әңгіме бір-біріне қайшы. Неге бір-біріне қайшы? Несесіне әділдік тұрғысынан дұрыс та. Мысалы сен қазір айтып отырсың, Құдайыңда әділдік жоқ екенінде. Бұл дүниеде әділдік жоқ. Құдайыңда да әділдік жоқ. Опық жедің ба? Құдайыңда да әділдік жоқ. Әділдік бар. Бір адамға жәннатқа гарантия беріп, екінші адамға сынақ беру, ол әділдік па? Жоқ, жәннатқа кіретін адам да сол сынақтан өтіп шыққан адам ғой. Жоқ. Пайғамбарларды рухын жаратқан кезде таңдады ма жәннаттық қылып? Таңдады.
дұрыс. Бір адам жаратылуынан гарантия жәннаттық болды. Енді бір адамдар сол жәннатқа жету үшін жаңағы артын жыртып өмір бойы сонымен жанаған сеніп, мынаған сеніп бүкіл несін жасау керек. Әділдік па, әділдік емес па? Сен жасап жатқан дүниең пайғамбарлардың жасап жатқанына тұрмайды ғой. Мысалы сен жаңа пайғамбарлардың өткен сынақтарын жарайды. Пайғамбарың аштықтан нан таппай өзінің баласын сойып жеді ма? жоқ. Қазақтар жеді. Кімдікі қиынырақ сынағы? Енді жемеуге де болатын еді ғой. Таңдау бар ғой. Өлу керек еді, Таңдау бар ғой, өлу керек еді, дұрыс па? Жоқ, таңдау бар. Ол таңдауды мен ол адам үшін шешім шығармаймын. Енді пайғамбарың сондай таңдаумен сыналды ма? Пайғамбарлар одан да зормен сыналды ғой. Одан зор мысал келтірші, давай. Аштықтан өлейін деп тұрып, баласын жеген қазақтан ауыр қай пайғамбарың зиян шекті, айтма. Қазір пайғамбарымыз қазір есіме түсіріп алайын. Ана ауруға шалдыққан пайғамбарымыз кім еді бізде? Дәуіт. Жоқ, Дәуіт емес. Жоқ, Юсуф емес. Ауруға шалдығып, ұзақ уақыт жатады, төсек тартып жатып қалады. Яқұб емес. Осы Аюб. Аюб пайғамбар, дұрыс. Аюб ғалейхиссалам ауруға шалдықты. Алла тағала жалпы бұл дүниедегі адамдарға үлгі ретінде әр пайғамбарға әртүрлі сынақтар жіберген. Ол ауырып төсек тарту деген қатардағы тірлік қой, ол деген қаншама адам қазір төсек тартып отыр. Біз енді қасында болған жоқпыз ғой, біз сен қазір гриппен ауырғандай қылып айтып отқан шығарсың. Гриппен емес, одан да зор аурулармен қазір қаншама адам төсек тартып жатыр. Дұрыс қой, енді олар сол ауруына сабыр етсе, иншалла жәннатта сауаптарды. Ауырып жатқанын мен бағанағы баласын сойып жегенмен салыстыруға келмейді деп есептеймін. Жоқ, енді ол жерде шешім шығарып жатқан адам өзі баласын сойып жеп жатыр. Ладно, ол бағанағыға қайта оралшы. Бағанағыға қайта орал. Екі адам біреуіне жәннат гарантия, келесі жол жәннатқа жету үшін кәдімгідей қиналу керек. Әділдік па? Жоқ, қиналу керек дегенде қиналу керек емес шығар бәлки. Өйткені пайғамбар салам айтады да, жәннаттық адамдарға жәннаттық амалдар жеңіл көрінеді, тозақтық адамдарға тозақтық амал жеңіл көрінеді дейді. Жоқ, олар бәрібір ешқайсының гарантиясы жоқ. Жоқ, бәрібір тозақтан да жәннаттан да орын дайын тұр. Әр адамда да жәннатта да тозақта да орын дайын тұр. В общем былай да, қара. В общем былай. Бір балаға 11 жыл бойы оқысын деп талап қоям да, грант беру үшін ше, сол грантты жеңіп алу үшін 11 жыл бойы оқысын деп айтамын. Бір балаға туылған кезінен бастап сен оқымай-ақ та қой, ештеңе қылма, мен саған грант беріп қойдым деп айтамын. Әділмін ба? Не, сен тарапынан әділетсіздік қой. Құдай тура солай жасап отырса, ол әділетсіз емес. Алла тағала олай жасап отқан жоқ па? Әр адамға өзінің сынағын беріп отыр ғой. Дұрыс па? Жоқ, тура солай жасап отыр ғой. Пайғамбардың сынақтары өте үлкен болады. Олардың өлім сәтіндегі өлімді көтеру сәті де өте ауыр болады мысалы. Оларға әуел бастан гарантия, ал сен өмір бойы сыналсаң да саған гарантия жоқ ертең қайқа кететініңе. Жоқ, гарантия жоқ болғанмен, бірақ сенде таңдау бар да. Пайғамбарында да таңдау болған ғой? Пайғамбарларда таңдау жоқ. Оларда Алла тағала пайғамбарларда таңдау жоқ па? Олар миссиясын таңдады, сол миссияны өтіп шықты олар. Пайғамбарларда таңдау жоқ, иә? Иә, олар Алла тағаланың миссиясымен жүріп шықты ғой. Алла тағала олар таңдады пайғамбарға, олар сол Алла тағаланың бұйрықтарын жеткізіп шыққан пайғамбарлар. Демек, бір адамдарда таңдау бар, бір адамдарда таңдау жоқ. Пайғамбарларды Алла тағала таңдады. Не себепті? Олардың жүректеріне қаратты, жаралқсыз барысында. Оларды сол пайғамбар қылып таратты. Ол қалай жүрегіне, ол соның жүрегіне қарауға мәжбүр ма не? Алла тағала осы дүниені жаратқан кезде, әу баста қалам жазып жаратқан кезде, әр ғасырға өз адам жаратқан ғой пайғамбарларын. Жоқ, ол жаңағы жақсы екенін білу үшін жаратпай тұрып жақсы болатынын білді ма, или жаратпай тұрып барлығын істеп қойған ғой? Жоқ, жаратпай тұрып жақсы болатынын білді ма, или жаратып жүрегіне қарап барып жақсы болатынын білді ма? Алла тағала өзі не істеп не қылған? Онда неге айтасың жүрегіне қарады деп жаратып жатқанда? Біздер солай түсінеміз де, Алла тағала лайықты адамдар жүректеріне қарап, Алла тағала тағайындайды деп біз түсінеміз солай. Жүрекке қарау деген, ол уже білмегендіктің белгісі ғой?
Ол біздің түсінігімізде адамның түсінікте сен біреуге түсіндіретін болсаң солай түсіндіресің де. Жоқ, сен олай түсіндірме, өйткені ол жүрекке қарау деген, мен мысалы заттың ішінде не бар екенін білу үшін, сен білмей тұрмын да, мысалы шелектің ішінде не бар екенін, сосын мен шелекке барып қараймын білмегендіктен. Біз мұқтажбыз қарауға, дұрыс. Құдайың да мұқтаж болып тұр ғой енді. Жоқ, мұқтаж емес ол. Мұқтаж болмаса неғып қарап жүр? Алла тағала сол жүректерді қарап таңдады дейді де. Енді мұқтаж болмаса неменеге қарап жүр, біліп тұрса. Адамның несіне, ниет пейіліне сол заманда өмір сүретін. Алла тағала өзі таңдайды ғой, жүректерге қарап иманды нәсіп етеді де сүйген құлдарына. Бір адамдарға гарантия жаннат, екіншілеріне сынақтан өтіп, таразы анау мынау бәрінен өтіп барып қана. Гарантия жаннат, тозақ, мысалы енді Алла тағала ешкімді мәжбүрлеп тозаққа апарып жатқан жоқ. Бәрімізге де мысалы жаннатқа баруға мүмкіндік бар да. Дұрыс па? Пайғамбарлар еще андай өзі ғана жаннатқа кетпей, 10 абонемент алып, 10 сахабасына гарантийный талон беріп кеткен ғой еще. Аллах қалады берді, иә. Дұрыс, 10 несіне 10 түрлі 10 гарантия беріп кетті. Бірақ ол адамдардың өмірін қарасаң, амалдары соған лайықты болды да. Енді одан кейін де лайықтылар келуі мүмкін еді ғой? Мүмкін, бірақ біздерге гарантированный аяттар түспейді де, немесе біздерге хат келмейді. Олар пайғамбарлардың жанында жүргені үшін, пайғамбардың досы болғаны үшін ғана артық па сендерден сонда? Олар соған лайықты, сол заманда пайғамбар саллаллаху жәрдем беруде олар өте лайықты адамдар. Енді одан кейін түскендер тура сол сахабалар сияқты таза болса да, бірақ оларға гарантия жоқ. Жоқ, гарантия болуы да мүмкін, бізге гарантия берілген болуы да мүмкін. Біз білмейміз қай амалымызбен гарантия қылып жәннатты алғанымызды мысалы. Білмесең қалай гарантия болады ол? Акция бітіп қалған үшін. Хат келмегеннен кейін мысалы. Опять же, саған хат келмейді, сен потеря болып, басың ауырып, ойбай кетем ба, кетпеймін ба деп. Пайғамбардың жанындағы 10 адам, сол жерде соның досы болған үшін рахат, талон алып кеткен. Бірақ ол адамдарға жәннаттан хабар келген өзінде де, мысалы Омар радиаллаху анхулар өзін жәннаттық деп білген өзінде де, ол ішіп жеп, мен жәннаттықпын деп білген істеген жоқ. Сол дінге қызмет қылып кетті олар. Вай, бәрекелді. Просто сол заманда туылмағандардың жолы болмай қалып тұрды. Ол заманда біз туатын болсақ, телефонға телміріп отқан біз сіздер демей шыдай алмайтын да сияқтымыз ол жақта. Жоқ, ол заманда сен тусаң, мысалы пайғамбардың жанына барып алуың мүмкін еді. Сенде шанс бар еді да, ол кезде гарантия алып қалатынша. Просто қазір акция бітіп кетті де, енді ала алмайсың. Ол бәлки Алла тағала жақсырақ білуші ғой, мысалы екеуміз қазір айтып отырсың, сен бүйтер едің, бәлки мен ол жерде ол сынақтарға шыдай алмай кетем ба, теріс айналып соғысқа бармай қашып кетем ба, ол бір Аллахқа мәлім ғой. Мейлі ғой енді, ол жерде просто ол жерде шанс бар еді, қазір сенде ондай выбор, гарантийный талонға шанс жоқ та сенде қазір. Гарантийный талонға сенде шанс жоқ қазір наоборот сенде қиын. Жоқ, гарантированный ол жердегілердің гарантированный шанс болса, бүкіл 124 мың сахабаның барлығы алмады ма гарантированный? Қасында жүр. Енді ең жақын 10 досына береді ғой, мысалы сенде таныс тамырының бәріне тарата бермейсің ғой. Олардың барлығы не гарантированный алмайды. Демек олардың барлығы ала алмайды да. Жоқ, сенде таныс тамырының бәріне тарата алмай қалуы мүмкін еді де, соның қасында жүрген кезде олай. Жоқ, ол кәдімгі бәріне таратып жесе оның құны болмай қалады, сол үшін 10 талғана не берген. Алла тағала жақсырақ білуші ғой, енді біз Алла тағала ісін талқылай алмаймыз. Соны 10 гарантийный талонды сол 10 адамға беріп кеткен, сен қалып қалдың. Аллаға шүкір, біз пайғамбарымыздың үмбеті болғанымыз үшін шүкір етуіне алхамдулилlah. Енді сенің гарантийный неге қол жеткізу ықтималдығын қиындап баратыр да, өйткені сен ол кезде дін тыңдасай, ол кезде дін бөлінбей тұр еді. Қазір дін бәленбайға бөлініп кетті. Сен дұрыс деп тұрғанды сенің мұсылман басқа достарың сені дұрыс емеске шығарып жатыр да, мысалы. Енді сен вообще қиындап жатыр. Кім? Бәрің мұсылман, бірақ қайсың тура жолда екеніңді білмейсің де, еще қиын болды дальше. Жоқ, сен айтып жатсың, қиындап жатыр деп. Енді сен түсінігіне келсек, сен басқа тұратын нәрсе емес негізінен. Өйткені сен үшін бұл дүниеде әділдік жоқ, көбінесінде кетесің ғой. Дұрыс, сен үшін де әділдік жоқ қой енді. Жоқ, бұл дүниеде әділдікті Алла тағала береді ғой, ақиретте есебі бар ғой. Бермейді саған. Береді ғой, береді, сен Алланың үкім шығарма, өйткені әділдік деген бәрі тең болу ма? Әділдік деген Аллахтың құзырында кімнің мына дүниеде қателік жасады, сол үшін жазаланады да, кім Аллахтың алдында бәрі тең ба, жоқ біреулер теңірек па?
пайғамбарлар артық қой. Әділдік па бұл? Пайғамбарлардың істеген миссияларды істей алмаймыз ғой. Жоқ, әділдік па жоқ па? Жоқ, пайғамбарлар артық бізден. Иә, ол әділдік бұл, иә? Иә, ол әділдік артық, дәрежесі жоғары. Дұрыс, иә, әділдік, рахат. Өзіңнің туыстарыңның бәрін мынандай неге отырғызып аласың да, сен, короче, президент боласың компанияның, өзіңнің туыстарыңның бәрін управляющий позицияға қойып тастайсың да, сосын астынан қызметкерлер келсе айтасың, ой, бұлар деген ты че, сендер оқымаған жерде оқыған бұлар. Бұлар сендер көрмегенді көрген. Сондай болып тұр. Мысалы, сен туыстарыңдар кіріп алатын сияқтысың, мысалы. Бұлар сендер көрмегенді көрген, бұлар сендер оқымаған жерде оқыған. Ой, бұлар деген сұмдық мықты дейсің да? Он танысың, айқын болып қалды да? он танысың. Бұл дүниеде ешқандай әділдік жоқ, соған көнесіндерінде өзі сенің сөзінен түсініп болып қалды, сен управляющий директор болсаң, он танысыңа артық не беріп қоясың да, рахат. Сен сондай түсінікті адамсың. Мен мысалы олай істемеймін. Мен қазір өзім мысалы офисім, өзім компаниям бар, адамдарды кәдімгідей оқытып аламын да, кім маман, соны аламын да, мысалы. Құдайың да сөйтпей ме енді? Алла тағала жақсырақ білуші ғой. Жақсырақ білуші болып қала ма осындай жерде? Неге секіре бересіңдер, секірмейміз ғой біздер. Турасын айтып отырық қой. Сен ғой жаңа секіріп отқан енді. Турасын айтпай тұрсың ғой сен, жаңа ғана өзің айттың да, сол менікі солай болса мен сөйтемін ғой деп. Енді Құдай сөйте ма десем, жоқ, Аллах білуші ғой дейсің. Құдай сөйте ме деп қай мағынада, қай жерге, қай әңгімеге айтып отырсың? Мәселе сода ғой, сен пайғамбарларға қарсы. Құдайда бәріңді амалдарыңа қарап жасамай ма енді? Негізінен пайғамбар салам айтып кетті. Жәннатқа кірушілердің амалдары, жәннаттық амалдары жеңіл болады деді. Бірақ ешкім амалына сен қолмасын деді. Міне көрдің ба? Амалыңа да сен қалма деп тұр. Бірақ пайғамбармен бағанағы 10 сахаба жәннаттық амалдар жасап келіп, өлім сәтіне келген кезде тозақтық амал жасап тозаққа түсіп кетуі мүмкін дейді. Сондықтан соңғы ақиретіне дейін, ақырғы деміңе дейін дұрыс амалдар жасап кету керек қой. Дұрыс. Сен сөйтіп терлейсің, ақырғы деміңе дейін дұрыс амал жасап та. Бір адамдар жаратылғаннан артық. Сен айтасың да, кәдімгі қиындатасың андай. Сен терлейсің деп, мен терлемеймін. Кондердің астында демалып отырмын. Қалай терлеймін, мәселе қызық. Жәннатта жеткен барлығы ойлайсың ба шахтың астында жұмыс жасау деп? Иә, сенде қорқыныш жоқ, иә? Жоқ, қорқасың. Бір қорқыныш, бір үміт, бір махаббат қой. Дұрыс. Пайғамбарларда сондай бар ма? Пайғамбарларда да қиын аяттар түсіп қала ма деп қорыққан. Үмбетім осы сынақтарға тап болып қала ма? Үмбетіңді қояса, солар өзі үшін қорыққан ба, қорықпаған ба? Пайғамбарларда Алла тағала сүйіншілеп қойған ғой. Көрдің бе? Сен жаңағы бір үміт, бір күмәнмен айтар жүрсің. Басқаларын сүйіншілеп қойған, пайғамбар өзіне сүйінші алып алғаннан кейін, жаңағы енді Құдаймен келісіп, тағы да 10 талон алып, 10 достарына да беріп кеткен мысалы. Сен еще маған әділдік туралы әңгіме айтасың да? Әділдік туралы әңгіме айтасың ба? Сіз мынандай нәрсені түсінбейсіз. Ол жәннатты Алла тағала барлығымызға да ұсынып тұр ғой. Шақырып отыр, ұсынып тұр. Жоқ, ұсыну бір бөлек та, біреулерге гарантия беру бір бөлек өзі. Ол гарантия берген адамдар істеген еңбектерін біз істей алмай жатырық та, мысалы. Істесең де бермейді ғой саған қазір. Істесең бәлки алып қаларсың. Ол просто бізге хабар. Жоқ, сен істесең де сенбе деп пайғамбарың өзі айтып тұрған жоқ па саған? Сен түсінігінде ол нәрсе жоқ қой. Жоқ, пайғамбарың саған айтып тұр ғой, істеп жүрсең де оған сенбе деп. Иә, бірақ тастап қоймаңдар деді. Өйткені сол амал жаңағы жәннаттық адамдарға жәннаттық амалдар жеңіл көрінеді деді. Жәннатқа адамдар дейтін Алла тағала менің рахыммен кіреді ғой. Әділдік туралы әңгіме айтпасаңдаршы қойсын.